Қысқасын айтқанда досымды таппай қалдым. Мен досымды таппай қалдым. Хотя жоқ, досым емес, ол менің азығым ғой. Бірақ ол мен досым да, тамағым да. Тогда ол фуд дос болады. Неге фуд дос дейсіздер ғой? Мен сіздерге қазір түсіндіріп берем. Бүгін біз food дос деген сөз қарастыратын боламыз. Food ол латын тілінен аударылғанда тамақ деген сөз, дос деген кәдімгі қазақша дос. Аға, ол латынша емес, ағылшынша емес пе? Иә, сіздікі өте орынды сұрақ. Себебі Википедияда көп сөздің мағынасы латын тілінен аударылған. Сондықтан біз латын тілі дей саламыз. Так что оған көп мән беріп айтып бүйтіп миым чіртпеңдер, и потом жоғарыда ағам істейді. Короче, түсіндіңдер ғой. Сөйтіп фуд досымды іздей бастадым. Ағаштың ішінен, шөптің арасынан өтіп бара жатқан адамнан сұрадым. Олардың бәрі білмейміз деді. Мен өкініп қайғыра бастадым. Досым ол жоқ, тамақ та ол жоқ. Стоп, зомбилер депрессия не екенін білмейді ғой. Нолан, бір мәнісі болар деп әрі қарай қайғыра бастадым. Ой, қайғыруға да дұрыстап шанс бермейді осылар. Деп отырғанымда қысқасын айтқанда досымды таппай қалдым. Бұның жалғасы 100 лайктан соң шығатын болады. Енді мына 70% адамға айтарға сөзім жоқ. Енді осы жол подписаться етеді деген ойдамын. Және де бұл зомбимін дегеннің бірінші екінші бөлімі описанияда бар, көріп кетіңіздер. Ал жақсы, келесі видеода кездескенше.